Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен рухани және халық медицина профессорымын, психобиоэнергия терапевтпін, көріпкелі Арслан Каракөшев, Арслан қажы. Бүгінгі кеште айтарым былай, осы мына жақында Ақтөбеден келдім, Оралдан келдім. Көбісі Оралда болдым, Оралда қабылдадым. Сонда болған халық 17 жыл ертеректе болған адамдар болды. Осы күнге шейін бел ауыры жоқ дейді. Құрта профилактикаларын өтті. Сонымен бәрі қалды, жақсы болды. Алла тағаланың қолында солай. Баяғыда мына мануальды өткендер, сосын остеопаттар өткендер, олар деген көбісі инвалид болып жүр. Соғып, омыртқаларын жеп қойды, бәрін бітішін шығарып. Енді қазірге қарағанда мына халық келген адамдардың өздері айтады, мына бір әйел келді. 2 ай бір кісіге барған ғой, емші еркекке. Соған барып, 2 ай подряд бардым дейді, қалмай нетпей, күніге бағасын төлеп нетіп ал. Сонда ешқандай ештемеде өзгеріс болмаған, одан да жаман болып кеткен. Қолы деген көтерілмей, ауырып, қақсап, түнімен ұйқы бермей, жаман болған. Сол келіп маған келді, мен қабылдадым. Бірақ мен негізі, мені Орал жақтағы халық, Алматы жақтағылар халықтар біледі. Мен ондайды қайтарып жіберем, қабылдамай. Кімге бардың? Соған бар. Керек болса соған арыз жаз, не, сонымен бәрін өз орнына келтірсін. Бүлдіріп алады да, сосын келет нетіп ал. Бірақ қабылдадым, енді әйел боласын, нетіп ал. Қабылдадым. 2 күн, бірінші күні төту жақсы ұйықтады, 2-ші күні келді, ем безіп жібердім, болды. Керемет жақсы. Ісігі де кетті, қолдағы, шынтағындағы бәрі ал, қолтықтың астыда бәрі ал, жүректің айналасында лимфа аурулары бәрі сонымен кетті. Қаяқтағы нелерді қорқытып, айтып жіберген, сөйтіп 2 ай деген мұруж жетіп ал, басын айналдырып, текке ақшасын алған, сондай болды. Сол болды. Сосын давлениемен келгендер болды. Давление келгендер айттым, дәрін енді ішпейсін дедім. Ішпей кетті. Төт осы күнге шейін ішпей, қазір керемет жақсы ол. Ешқандай дәрі ішпейсін дедім. Енді басқасын қарағанда, мына щитовидка зоб дейді осы. Щитовидка деген ол миомсыз жүрмейді, оның миом бар. Миомдікі мына операция жасайды ғой, алып тастайды. Бірақ құттай переживание, үйде айқайшу болып, құттай бір дауыс қатты нетті ма, ана миом деген қайта өседі, қайта келеді. Сонда айтады, мен міне операцияға бардым, ол қайдан келді дейді. Әлде емге бардым, міне қайдан. Емге барғаннан ешкім алып бермейді саған. Ондай нелер жоқ, биотокпен ететіндер. Мына қарағанда, қазіргі қарағанда, ол деген мына мойны бәрі бұрап тастаған. Сонымен, әрқайсына барса біреу деген ойбай көш деген, ойбай дуа салған, сөйтіп нетіп бәрін басты айналдырып, сөйтіп тек мұруж деп тұр. Ақшаны ала берген. Солай. Күйеуі деген қасында отырды, соны 5 күн Алла тағаланың қолында 5 күн ем бердім, жақсылап тұрып, соны алып тастап, 6-шы күн проверкаға келді, кетті, сонымен асып кетіп. Оның күйеуі деген 10 жыл ертеректе менде болған. Аяғы тобыға ауырып, қақсап отырып, нерві қышылып қалған, солай болған ол. Сол күйеуі деген. Енді мына тиктоктан неден естіп, мен келгелі нетіп, сол қатынын алып келді. Сол айтып отқаны сол,
Balen bayakta ketdi, solay osılay mına şetevetkime osılay bolup atırım deydi. Sosun odan koşumça tagı zobu var eкен. Sonda endi basında endi masajın ber keremet. Көзі де жылтырап кетті, өзінің күлкі де күлгені де апа-сен болып кетті, солай жақсылап болып кетті. Мен айтарым, ең бірінші бардыңдар ма, бір күн, 2 күн, 3 күн, ең кемі 4-ші күн бардыңдар ма, результат жоқ па, болды кетіңдер. Қаралмаңдар енді, бармаңдар енді. 2 ай барған не сұмдық болды, ол болмайды, үйтуге болмайды. Остеопаттарға барады, соғады. 5-6 күннен кейін барады, тағы соғады. Сарысуды көтереді, омыртқан бәрін жеп қояды. Сосын омыртқан бәрін жеп қойғасын, ол ден қабырғаның ұшындарын жеп қояды. Қабырғаның арасына кіріп сарысу. Содан кейін, апаяшевші лишай дейді. Сол лишай болып кетеді ауру. Земен ауру бол деген, лимфозны бүкіл бәрі көтеріп, жүректің бәрін қысып неткенде, анау деген ойбай жүрегім дейді біреуі, ойбай емшектің ішіне ісік бар дейді, тағып шаққан етеді. Ондайға Алла тағала Құдай сақтасын. Ең бірінші өзің докторыңызды тауып алыңыз. Сосын уже барыңыз солай. Яна тамақ ауруымен де солай. Осында келген әйел деген айттым, жүрегім қысылады, отдышка дейді. Конечно, сен тамағың ішінде дейді, мана сгустка тұр, жиналып тұр. Дюральный мешок дейтін бар мына кеудеде. Соның ішінде сгустка болып тұр, соның ем жасау керек деттім. Енді үйіңе бара бер дедім, алдында жібердім үйіңе, көресің ғой дедім, ем болады деп. Остановкаға барып жеткенде барып құсқа да жаңағы мен айтқан үстінде құлағына жұмыртқада қойын зат. Соны деген барып тек құсып лақтырып жіберген ғой ауыздан тек. Содан тек жаңадан туғандай болып қалдым дейді. Керемет жақсы, болды, қандай керемет жаңалық. Сондай нелерді, отзывтерді кейбір деген мен айтпайын да, сұрамайын да. Бірақ халық жазбайды, мақтамайды, мен мақтаным мен емес. Сіздер деген Алла Тағаланың құдіретін мақтайсыңдар. Сондай бар екен, мен емес. Мен тек жұмысшымын Алланың. Солай. Аман есен болайық, жақсы болайық, еліміз тыныш болсын, жақсы болсын бәрі де.